Қазақстанда Қытайдың әскери техникасы не істеп жүр? Тас жолы, Жаңғызтөбе станциясы маңайы, Қытайлардың техникасы Семейге қарай кетіп баратын Қытайлар. Бәсе YouTube арнасында және желі парақшаларында Қазақстанда Қытайдың әскери техникасы не істеп жүр деген мазмұндағы видео жарияланғанын көрген шығарсыз. Не істеп жүргенін қазір түсіндіреміз. Бірінші видеоны бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видео негізінде Қазақстанда түсірілгені рас. Алайда бұл 2018 жылы жасалған кадр және желіде айтылғандай Қытайдың Ресейге берген әскери көмегі емес. Қорғаныс министрлігінің факт-чек газет редакциясына берген жауабына сай, Қытай әскери техникасын Қазақстан аумағы арқылы Ресейдің Челябі облысындағы Шұбаркөл полигонына апара жатқан сәті бейнеленген. Себебі Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер терроризмге қарсы оқу жаттығуын өткізген. Ал бұл полигонда көбіне танктердің жаттығуы өтеді. 2018 жылы 22-29 тамыз аралығында Шұбаркөлде болған оқу жаттығу жиынына Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Ресей, Қытай, Үндістан және Пәкістан қатысқан. Қысқаша айтсақ, осы желіде тараған күмәнді ақпараттардан сақ болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, келесі кездескенше.